Кетіп бастады ма? Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видео мынау ұшықты қалай кетіру жайында болмақ. Мен түсірмес едім, бірақ алдыңғы видео бар ғой, қақты мен бәрі біледі екен деп жүрсем, на самом деле біраз адамға керек екен. Оны қайдан білеміз? Мына жерде 54 адам самолетик басқан, 47 адам галочка ұрған. Оның үстіне ондаған адам маған жекеме шығып, рахмет, біз осы проблемадан құтыла алмай жүріп едік, анау мынау деген соң мен өзімде бір жағынан қуанып қалдым. Мынау ұшық шыққан кезде ол енді в основном суықтан деп жатады, я болмаса ұшынғаннан деп жатады, разница жоқ. Бұл білуіміз керек, бұл ұшық деген вирус. Шыға сала сразу спиртпен сүртіп, мынау ацикловир болмаса мынау завиракс деген бар, екеуінде разница жоқ, қоспасы бір, мынау арзан тұрады, мынау қымбат тұрады деген болмаса, осыны жақ жерсе сразу сол күні кетіп қалады. Мен өткенде жолға шыққан соң мен кеше жаға саламын деп ойлағанмын, нәтижесінде уже көбейіп кетті, яғни вирус тарқап кетті. Бүгін 4-ші күн. Осындай жағдайда не істеу керек? Яғни ютубтағыдай мынаны істесең жазылып кетеді, анау мынау деп құр сөзге неме қылмай, мен өзім барлығын өзім тәжірибе жүзінде жүргіздім. Ең алдымен гигиена сақтау, өте сақтау керек, онсыз болмайды. Жаңағыдай спиртпен, қолды антисептикпен жуып жүру керек, спиртпен мынаны сүртіп тұру керек азанда и кешке. Спирттің именно мынау салисил деген болады, 70% осысын қолдана беріңіздер, себебі 90% олар қатты күйдіріп жібереді, сол үшін ғой. Спиртпен сүрткеннен кейін алғашқы 2 күн мен қатарынан мынау майздың екеуін біреуін разница жоқ, бұл негізі майзды жатар уақытта жағып жаттым. И все, мынау қазір кетіп жатқаны осылай кетеді. Бұл норма, шығуы да норма, кетуі де норма. Бұны бір қатты ойбай салудың қажеті жоқ, бірақ қышитын кездер болады, сол кезде қолды тигізуі керек. Себебі қол тигізсе, ол одан сайын көбейіп кетеді. Сұғуға, тесуге, басқа қылуға болмайды. Солай алдағы уақытта осындай пайдалы емдермен қалай қолдануға болады, сол жайында видеолар салып отыратын боламын. Рахмет.